Кеш жарық мектеп оқушысын тағы да автобус қақты, жасөспірім оқиға орнында көз жұмған. Мектептен шыққан жасөспірімді автобус қағып мерт қылды. Талдықорғандағы оқиғадан кейін қоғам белсенділері оқушы қауіпсіздігіне алаңдаулы. Петропавлда тоқтаусыз жаңбыр халықты әбігерге салды. 2 тәулікте 2 айдың жауын шашыны жауған. Коммуналдық қызмет суды сорғызып үлгермей жатыр. Салдарынан Қопай ауылы түгел сүрілетін болды. Ақтөбе су қоймасының 30% құм карьеріне айналды. Су айдынының орнына алып шұңқыр пайда болған, ал балық қырылып жатыр. Жасанды интеллект жемқорлықты тоқтатады. Бүгін мәжілісте жасанды интеллект туралы заң жобасы талқыланды. Бұл пара алмайтын жалғыз тетік екенін депутаттар мойындады. Кімнің бауырсағы дәмді? Қазақстан мен көршілес мемлекет студенттері меркіге жиналды. Олар бауырсақ фестиваліне қатысып жатыр. 7-ші арнада кешкі жаңалықтар. Оксана Петерспен. Тағы да жазатайым оқиға. Талдықорғанда 14 жастағы баланы автобус қағып кетті. Жасөспірім оқиға орнында көз жұмды. Оқушы мектеп алдындағы жүргіншілер жолағымен өтіп бара жатқан, оқиға ізімен дереу қылмыстық іс қозғалды. Енді 59 жастағы жүргізуші 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алдын ала мәлімет бойынша автобус жүргізуші жаяу жүргіншілер өткелінде кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Жол апатының салдарынан жаяу жүргінші оқиға орнында қаза тапты. Жүргізуші қамауға алынды. Тағы да жол апаты. Ақтауда 2 баланы көлік қағып кетті. Олар жаяу жүргіншілер өткелімен өтіп бара жатқан. Қатты жылдамдықпен келе жатқан көлік соққан 2 баланың да жағдайы ауыр. Дәрігерлер көмек көрсетіп жатыр. Шерзат Полаттың өліміне қатысты іс бойынша айыпталушының бірі қайғылы оқиға болған күні үй қамақта отыруы керек еді. Алматы облыстық прокуратурасының мәлімдеуінше Азамат Тоқтаубаев бұрын адамға шабуыл жасаған үшін 7 жылға сотталған. Ол әуелі тұтқынға алынып, кейін оны ұстау үй қамаққа ауыстырылған. Ал енді оған Шерзат Полаттың ісі бойынша бұзақылық жасады деген айып тағылып отыр. Шығыс Қазақстан облысының санитарлық және ветеринар дәрігерлері бруцеллезбен күресіп жатыр. Өңірдің 3 ауданында тұрғындармен 4 түліктен сарып ауруы анықталған. Ушыққан эпид ахуалды тұрақтандыру үшін аймаққа 5 миллион доза вакцина жеткізілді. Бруцеллезбен күрес шараларына республикалық бюджеттен 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Дәрігерлер таралуы тез аурудың алдын алуға басымдық беру керектігін айтады. Әйтпесе жағдай күрделене түсуі мүмкін. Өткен жылы өңірде дертті жұқтырудың 40 дерегі тіркелді. За 4 месяца 2025 года. Осы жылдың мамырына дейін 4 тұрғын бруцеллез жұқтырған. 3 ауданда анықталған 3 ауру ошағы бар. Сол маңда тұратын 12 науқас толық емделді. Ақтөбеде су қоймасы құрдымға кетуі мүмкін. Өткен ол жерде жеке компаниялар кең құм өндіріп жатыр екен. Тұнығы лайланып, тереңдігі таяздана бастаған су қоймасы экологиялық апат алдында деп аңшылар мен балықшылар дабыл қағып отыр. Қоғам белсенділерінің айтуынша бұл жерге жақын маңдағы кәсіпорындардан қоқыс қалдықтарында төгіп кетеді екен. Құрамында 3,5 мың адам бар. Аңшылар мен балықшылар қоғамы бұл мәселені талайдан бері айтып жүр. Су қоймасы маңында құм өндірілгелі су лайланып кеткен. Қазіргі қазба жұмыстары жүріп жатқан жерде балық уылдырық шашатын ойпаң жер болғандықтан су толып, дәл сол орынға келіп балықтар жиналып тұқымын қалдыратын. Енді ол жер 8 метр тереңдікке қазылып, соның салдарынан жағалау сызығы бұзылды. Қоғам белсенділері карьерден бөлек Ақтөбе су қоймасы ластанып жатыр деп дабыл қақты. Олар кәсіпорын әкеліп үйіп төгіп кеткен қалдықтарды бейнетаспаға түсіріп алған. Құзырлы орындар тексеру жүргізу үшін заң бұзушылықты дәлелдейтін өтініш қажет деп отыр. Вон Актюбинское водохранилище, вот посадка, дорога. Здесь уже сколько? 5 лет последних вываливают не то навоз, не то какую-то барду с птицефермы. Ну, воняет страшно.
Шенеуніктер ешқандай мәселе көріп отырған жоқ. Олар су қоймасында су қоры жеткілікті дейді. Ал 3 кен орнында 2 жер қойнауын пайдаланушы заңды түрде жұмыс істеп жатқанын айтады. Тау-кен жұмыстарының жоспарына өнеркәсіп қауіпсіздігі, экология рұқсаттары, келісімдері және оң қорытынды сараптаманың қорытындысы негізінде жер қойнау пайдалану құқығы берілді. 2020 жылы лицензия берілді, мерзімі 10 жылға. Өз құзырет шегінде қорытынды берген мемлекеттік органдар оны тексеріс жұмыстарын жүргізуге құқығы бар. Түсірілім кезінде су қоймасының жағалауы өлі балық пен шабаққа толғанын өз көзімізбен көрдік. Бірақ неден қырылғаны түсініксіз. Балықшылар қоғамындағылар өлекселерді өздері жинап зертханаға өткізіп, себебін анықтаймыз деп отыр. Айзат Тұрғынбекқызы, Эльмира Ержанова, Азамат Көбегенов, 7-ші арна. Бірнеше күн бойы толассыз жауған жауын Петропавл тұрғындарын әбден әбігерге салды. Су жеке сектордағы бірнеше баспанаға жайылып, аулаларды да басып қалған, ал көшелер көлшікке айналды. Осыған байланысты қаладағы коммуналдық қызмет күшейтілген жұмыс кестесіне көшті. Тақырыпты осы аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы баяндасын. Вот весь дом утонул. Адрес Копа 435. Из ливневого колодца вода потекла вся в дом. Өңірде тасқынның беті қайтқаны сол еді, толассыз жауған жаңбырдан қауіп күшейді. Суағарлар мен кәріз құбырлары лық толып, су жан-жаққа жайылуда. Әсіресе жеке секторда тұратын халықтан маза кетті. Александр Сидоровтың баспанасы да кешеден бері суда тұр. Тоңазытқыш, теледидар, жұмыс істейтін станоктарым суда қалды. Әзір тоққа қосқан жоқпын, үйдегі жиһаз бүлінді. Қазір пеш жағып барлығын кептіріп жатырмын. Береке шағын ауданында да осындай жағдай. Суағар болмаған соң мұндағы көше көлшікке айналған. Халық қалада тұрса да резеңке тікпен батпақ кешіп жүр. Міне, жолды өздеріңіз көріп тұрсыздар. Су жаңбыр жауған сайын бізде осындай үлкен проблема болып жатыр. Мен үйіме қазір қалай жеттім? Мен үйіме даже кіре алмаймын. Жол атымен жоқ. Корпус помощь шақырсақ, кіре алмайды. Сол мұн жақтан қайта кетеді. Такси шақырсаң, такси қай жерде екен, мұн жақтан келеді, таба алмайды, көре алмайды, өте алмаймыз дейді. Өте қиын жағдай. Соңғы бірнеше күнде облыс орталығында 60 миллиметрден астам жаңбыр жауған. Синоптиктердің айтуынша бұл жауынның 2 айлық мөлшері, ал ай көмек қызметіне тұрғындардан 30-ға тарта қоңырау түскен. Капа ықшамауданында бірнеше үйде су кіру фактілері тіркелген болатын. Айта кету керек, бұл үйлердің барлығы зона сноса дейміз, сүрілетін үйлер. Ол жерде құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда жаңағы үйлердің иелерімен сөйлесіп жатыр. Жаңа олар өздерінің ескі үйлерінің орнына жаңа баспана алатын болады, компенсация алатын болады. Жалпы нөсер жауын коммуналдық қызметті аяғынан тік тұрғызды. Олар күндіз түні еңбек етуде. Шаһарда су сорғыту жұмысына 100-ден астам адам, 20 техника және 70 мотопомпа жұмылдырылды. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, 7-ші арна. Ақмола облысының Кенесары ауылында үйілген зығыр сабан жанып өршеленген өрт ауыл тұрғындарының үрейін ұшырды. Сағат кешкі 10-дар шамасында басталған отты бірден ауыздықтау оңай болмады. Әбден кеуіп тұрған былтырғы бума зығыр сабанын өрт сөндірушілер жан-жаққа домалатып, апат орнынан алшақтатуға да тырысты. Құтқарушылар қызыл жалынмен 9 сағат бойы арпалысты, тек таңғы 7:30-да өрт толық сөндірілді. Абырой болғанда Малжан аман. Қарағандыда дауға айналған құрылысқа қатысты сот басталды. Іс аса ірі мөлшердегі алаяқтық бабымен қаралып жатыр. Кәсіпкері 2 жыл ішінде коммерциялық және тұрғын үй құрылысын жүргіземдеп 2 миллиард теңгеге жуық ақша алған. Алайда оның жер теліміне және құрылысқа рұқсат беретін құжаты да жоқ. Соған қарамастан құрылысшы жылжымайтын мүлік сатып, үлескерлерден шамамен 850 миллион теңге қаржы тартқан. Тіпті кейбір пәтер бірнеше рет сатылған. Дом не строился и не строился. Үй салынбай-ақ қойды. Мен мұның анық-қанығын білгім келіп, сот кабинетін ашып қарадым. Сөйтіп мен бұл жердің оларға тиесілі емес екенін көрсететін құжатты көрдім. Олар мені алдап, сәтті люкс строй атынан маған пәтер сатқан. Ал шын мәнінде инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі екен. Мен ақшамды қайтарып беруін сұраймын.
Ғалымдар Қазақстан жолдарын жақсартудың тәсілін тапты. Әр жолға жеке битум және асфальт әзірленіп, климат пен түсетін салмақ ескеріледі. Бұл жолдарды үнемі жөндеуден құтқарама. Бүгінгі сауалнама тақырыбы осы. Арнамыздың телеграм парақшасына өтіп дауыс беруіңізді сұраймыз. Экранда QR-код көрсетілген. Хабарымыздың соңында сауалнамаға қайта ораламыз. Жол тақырыбы өзекті болып тұр. Қасым-Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңесінде шекарадағы өткізу бекетінің тозғанын, инфрақұрылымдық жобаның кешігіп жатқанын сынады. Жасыл дәліз жүйесін енгізу және логистикалық әлеуетті тиімді пайдалану қажеттігін айтты. Сондай-ақ әуе отыны тапшылығы мен жүк тасымалындағы кедергілерді тізіп, көлік министрі Марат Қарабаевқа сөгіс жариялады. Жасанды интеллект қолданылған алаяқтық әлеуметтік эпидемияға айналды. Былтыр осындай 22 мыңнан астам дерек тіркелген, ал осы жылдың тек қаңтар айында кибер алаяқтықтан келген шығын 11 миллиард теңгеге жетті. Дипфейк технологиясы әсіресе қарияларымыздың жүйкесін жұғартып жатыр. Бұған алаңдаған депутаттар жасанды интеллект көмегімен жасалатын алаяқтықтың жазасын барынша қатаңдату керек деп ұсыныс айтты. Бүгін мәжілісте заң жобасының авторы депутат Екатерина Смышляева. Қылмыстық кодексте жалпы кибер алаяқтыққа қатысты жаза бұрыннан бар екенін айтып, бірақ екінші оқылымға дейін жасанды интеллекттің көмегімен жасалатын қылмыс бабын қосу қарастырылады деді. В проекте закона только административные статьи. Заң жобасында бұған қатысты тек әкімшілік баптары қарастырылған. Қазір қылмыстық кодексте дипфейк бойынша бап жоқ, бірақ 190-шы, яғни алаяқтық бабында жасанды интеллекттің көмегімен жасалған қылмыс мән-жайды ауырлататын қылмыс ретінде көрсетілген. Демек, бұл бапты да қолдануға болады. Бірақ бүгін депутаттар қылмыстық кодекске де бап қосуды ұсынды. Мен де мұны қолдаймын. Екінші оқылымға дейін заң жобасын өзгертіп келеміз деп ойлаймын. Әне-міне дегенше кезекті оқу жылы аяқталуға жақын. Алда қорытынды бағалар, соңғы қоңырау. Ал 11-ші сынып оқушылар үшін өмірдің жаңа белесі басталғалы тұр. Биыл еліміз бойынша 4 миллионға жуық оқушы жылдық оқу қорытындыларын шығарады, ал 217 мың түлек мектеппен қоштасып, үлкен өмірге аяқ басады. Оқу жылы аяқталуға жақын. Бұл мектеп түлектері үшін толғаныс пен таңдау сәтінің жақындағанның белгісі. Себебі алда ұбыты. Болашақ мамандығына жол салар емтихан жақындаған сайын дайындықта күшейе түсуде. Бірі курсқа барады, енді бірі түн ұйқысын қиып оқиды. Негізінде мен ОБДХ деп дүниежүзі тарихы және ағылшын тілін таңдаған едім. Оның негізгі себебі мен 5-ші сыныптан бері ағылшын тілін жүйелі түрде оқып, тіпті 10-ші сыныпта IELTS емтиханын тапсырған едім. Және 11-ші сынып бойы Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және де негізгі пәніме, яғни дүниежүзі тарихына толық көңілімді бөле алдым. Ең алдымен бұл курс, мен күнде курсқа барам, және күнде біз курста тест жасап, өз білген тоқыған ілімдерді қайталаймыз. Бүгінгі түлектер технология дәуірінің өкілдері. Түрлі платформадан білімін жетілдіруге мүмкіндігі мол. Енді бұл қатарға жасанды интеллект қосылды. Яндекс Қазақстан мен күнделік платформасы бірігіп, жуырда оқушыларға арналған жасанды интеллектісі бар браузерді іске қосты. Ол арқылы қолданушылар кез келген пәнге дайындала алады. Мәселен, математика бойынша жасанды интеллект негізіндегі көмекші қарастырылған. Нейро іздеумен сұрақтардың жауабын жылдам тауып, түрлі мақала мен сайттардың, сондай-ақ видеоларды қазақ және орыс тілдеріне аудара алады. Қазіргі таңда оқушылар көбінесе кітап оқығаннан көрі, олар жеңіл түрде тест, сосын жаттап оқығанды жақсы көреді. Қазір iTest бізде көп оқушылар сүйенеді. Онлайн мектеп, онан кейін мысалы қазір орталықтар өздерінің қосымша кітапшалары бар, сонымен жұмыс жасап отырады бізде оқушылар көбінесе. Биылғы ұбыты еліміз бойынша 16 мамыр мен 5 шілде аралығында өтеді. Түлектер 3 міндетті және 2 бейіндік пән бойынша тест тапсырады. Оның нәтижелері бірнеше күн ішінде жарияланады. Ең бастысы оқушыдан мақсат, жанында қолдау, ал қолында тиімді құрал болса, бұл сынақтан да сүрінбей өтері сөзсіз. Ғани Мұқашұлы, Нұрлан Әлмұхамбетов, 7-ші арна, Астана. Жамбылда жігіттер тау етегінде жаппай бауырсақ пісіріп жарысты. Ұн илеген ұлдардан қыздарда қалыспады. Бауырсақ фест халықаралық фестиваліне бас аяғы 10 топ қатысты. Оның қатарында көршілес Қырғыз, Татарстан, Ресейден келген студенттер де бар. Жас аспаздар наннан робот, зымыран, тал, көзілдірік
бидайдың бейнесін жасап біраз таң қалдырды. Қазақ халқының дәстүрлерін жаңғыртып насихаттау, ұлттық өнімді танымал ету біздің негізгі мақсатымыз дейді ұйымдастырушылар. Майға қуырылған шақшақтарды осындай торт секілді, торттың бейнесінде жасадым. Сосын өзіміздің Бауырсақ фест 2025 фестивалына арнап мен осындай үлкен пәтір пісірдім. Сосын өзіміздің Тұран Түркістан киелі жер болғандықтан мен пәтірдің бетіне осы Түркістанның бейнесін салып пісірдім. Және бетіне Түркістан жазусын жаздым. Бүгінгі сауалнама тақырыбын естеріңізге сала кетейін. Ғалымдар Қазақстан жолдарын жақсартудың тәсілін тапты. Әр жолға жеке битум және асфальт әзірленіп, климатпен түсетін салмақ ескеріледі. Сіздің пікіріңізше бұл жолдарды үнемі жөндеуден құтқарама? Дауыс беру жалғасады. 19:30-да сауалнама нәтижесін жариялаймыз. Бізге сіздің пікіріңіз маңызды. Назарларыңызға рахмет. Жүздескенше.